Баршаға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге асқабақты сорпаның рецептін бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 2 картоп, 1 сәбіз, 1 пияз, осылар жеткілікті. Және де асқабағымыз керек болады. Бұла барлығын осылай бір келкетіп турап аламыз, майдалап. Асқабақтың бізге берер пайдасы өте көп. Иммунитетті көтереді. Қазір асқабақтың пісіп жатқан кезеңі. Сол үшін осы тағамды да істеп, отбасыларыңызға ұсынып көріңіздер. Міндетті түрде ұнайды. Өзіме қатты ұнайтын сорпалардың бірі. Келесі пиязымызды ұсақтау етіп тураймыз. Барлығын қызып тұрған қазанымызға қуырамыз. Пияздан бастап қызартып қуырып алу керек. Картопымызды, сәбізімізді салып, тағы кішкене қуырамыз. Асқабағымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, үстінен су құямыз. Суымыз картопымызбен бірдей болу керек. 40 минуттай қайнап пісіп шығады. Неке осылай езіліп піседі. Картопымыз, асқабағымыз бәрі тамаша болып пісті. Енді блендердің көмегіменен езіп алсаңыздар болады. Менде термомикспенен езіп пюре қылып алдым. Неке осындай бір келкі пюре суп болады, дайын болды. Қандай керемет. Енді сливкемізді салып, араластырып аламыз. Неке енді оны сорпамызды тағы да 10 минутқа қойып, 1 шай қасық тұзымызды салып, қайнатып аламыз. Осындай керемет сорпамыз дайын. Кешкі асқа ұсынсаңыздар өте жеңіл. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.